Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары мен қонақтары, облыс аумағында қараша айының 8 мен 10 аралығында қауіпсіз жол жедел профилактика іс-шара өтуде. Іс-шараның басты мақсаты республикалық және жергілікті маңызы бар тас жолдарда тәуліктің күндізгі және түнгі мезгілінде тоқтап кету және мал жануарлары мен соқтығысу фактісінің жиі орын алуда. Сол себепті құрметті жүргізушілер, көлік құралын басқару кезінде көлікті өте мұқият және жол жүру ережесін қатаң сақтап, жылдамдықты шамадан тыс асырмай басқаруын сұраймыз. Және шаруашылық қожалық иелеріне мал жануарларыңызды жол бойына қараусыз қалдырмауыңызды Маңғыстау облысы полиция департаменті патрульдік полиция ротасы ескертеді.